Ата-ана тірі кезінде қадіріне жетпесең, кейін өкінішпен ғана еске алатын ең қымбат жандар. Рахымсыз ұл, тек ата-анасына емес, өз жүрегіне де тас атқан адам. Өйткені мейірімсіздік ең ауыр қарғыс. Бүгін сіздерге әкесін тірісінде қадірлеп, мейірім көрсете алмаған рахымсыз ұл туралы айтатын боламын. Сізді қазақша каналымды қолдап, подписаться батырмасын басып, жазылып кетуге шақырамын. Қарт Насыр шал ауылдың шетінде жалғыз өзі тұратын. Бұрынырақта еңселі үйі, мол шаруасы, қадірлі отбасы болған. Қазір үйдің іші қаңырап бос, пештің оты сөнуге шақ. Бір кездері жалғыз ұлы Асылбек үшін бар өмірін арнаған еді. Жұбайы ерте қайтқанда, Асылбек әлі мектеп оқушысы болатын. Анасы жоқта, мен әке де, шеше де болам деп, Насыр барын баласына жұмсады. Ер жеткен соң Асылбек қалаға оқуға түсті. Сол кеткеннен көп өтпей мінезі өзгеріп кетті. Қарт әкесін сирек іздейтін, телефон соқса да асығыс сөйлесетін. Алғашында шал оған түсіністікпен қарады. Жастық қой, өз тіршілігі бар деп өз-өзін жұбататын. Бірақ жылдар өте Асылбектің әкесіне деген суықтығы үдей берді. Оқу бітіріп, қызметке орналасты, үйленді, әкесін тойға шақырмады. Тіпті атасының өсиет етіп қалдырған қара шаңырағын сатқысы келетінін айтып, қарт шалдың көңілін мүлде жаралады. Әке, ауылда не бар? Үй ескі, жердің де пайдасы шамалы. Сатсақ, қаладан пәтер аламын, деді бір күн Асылбек. Балам, бұл үй сенің кіндік қаның тамған жер, анаңның рухы осында, деді Насыр шал үнсіз күрсініп. Рухпен өмір сүре алмаймыз ғой, әке, қазір бәрі ақшамен өлшенеді, деп Асылбек телефонын шұқып, сөзін доғарды. Сол сәтте Насырдың жүрегі шым ете қалды. Өз қолымен өсірген ұлының жүрегі тасқа айналғандай көрінді. Сол жылғы қыс қатты болды. Ауылдың орталық су құбыры жарыла беріп, жарық жиі сөніп қалатын. Қария өз бетімен пеш жағып, азын аулақ малын бағып жүрді. Көршілер кейде ас су әкеліп көмектесіп тұратын. Бір күні қатты сырқаттанып төсекке жатып қалды. Көршісі Бағила апай қаладағы Асылбекке хабарласты. Балам, әкең ауырып жатыр, дәрігер керек сияқты. Иә, барам апай, деді Асылбек дауысы салқын шығып. Бірақ ол келмеді. Бір апта өтті, қарияның халі нашарлады. Дәрі жоқ, денесі қалшылдап, көздері бұлдырап көрінді. Сол кезде ғана ол ішінен сыбырлап, Асылбегім, мен сені тым артық еркелеттім бе? Әлде тым ерте еркіндік беріп қойдым ба? Деді әлсіз дауыспен. Көрші әйелдер дәрігер шақырып, қолдан келгенін істеді. Бірақ Насыр шалдың халі нашарлап, көзі күн сайын сөнуге айналды. Бір түні ол ескі сандықтан сарғайған суреттерді шығарып, біріне көз тікті. Кішкентай Асылбек пен жас анасының бірге түскен суреті. Мына бала ертең мені ұмытама деп кім ойлаған, деді қарап отырып мұңмен. Арада біраз уақыт өтті. Көктем шыққанда ауылға бір иномарка келіп тоқтады. Асылбек еді. Костюм киген, қолында қымбат телефон. Үйге кірсе бәрі өзгерген. Пеш суық. Үстелдің үстінде жарты кесе шай, ал төсекте әкесі жоқ. Көрші Бағила апай көз жасын тия алмай, қош келдің балам. Насыр әкең бір апта бұрын дүниеден өтті. Балам келеді деп, соңғы күнге дейін күтті, деді. Асылбек үнсіз тұрды. Кеудесін ауыр өкініш қысқандай болды. Ол бөлмеге кіріп, әкесінің ескі күртешесін иіскеді. Таныс иіс,
балалықтың иісі. Содан соң пештің жанындағы орындыққа отырды. Сол жерде әкесі от жағып, оған әңгіме айтып отыратын. Көзінен жас ыршып түсті. «Әке, мен келдім ғой, неге күтпедің?» деді, бірақ жауап ала алмады. Тек терезеден ескен жел ғана сықырлап өтті. Ол әкесінің қабіріне барып тізерлеп отырды. «Мені кешір, әке, бірақ енді бәрі кеш». Құран оқиды алмай, тек жылаумен болды. Кетерінде көршілерге ескі үйдің кілтін берді. «Мына үйді сатпаймын, әкемнің қара шаңырағы мәңгі тұра берсін», деді даусы дірілдеп. Сол күннен бастап Асылбек қалада да тыныш өмір сүре алмады. Түн сайын түсіне әкесі кіріп: «Балам, мен саған ешқашан ренжіген емеспін, тек сен өзіңе ренжідің», деді. Ол жұмысын тастап ауылға қайта көшіп келді. Ескі үйді жөндеп, әкесінің рухына Құран бағыштайтын болды. Бірақ ешбір іс-әрекеті әкесіне тірісінде көрсете алмаған мейірімнің орнын толтыра алмады. Бұл әңгімеден түйетін қорытынды ой: ата-ана тірі кезінде қадіріне жетпесең, кейін өкінішпен ғана еске алатын ең қымбат жандар. Рақымсыз ұл тек ата-анасына емес, өз жүрегіне де тас атқан адам. Өйткені мейірімсіздік ең ауыр қарғыс. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Алда көптеген шытырман оқиғалар баяндалатын болады.